Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өте тамаша болып шығатын, қан көбейтуге өте пайдасы көп, дәруменге толы қызылша салатын ұсынғым келеді. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қызылшамызды жуып тазалап, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Және бізге керек алма, қызылша, йогурт және қара мейіз, грек жаңғағы, анар қоссаңыздар да болады. Және жүгері керек. Барлығын осылай 4 бұрышты қылып, жақсылап турап аламыз. Қою йогурт пайдалансаңыздар да болады. Мен 1%, яғни сұйық йогуртты пайдаланып жатырмын. Негізі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Барлығын осылай турап аламыз. Міне қара мейіздеріміз, грек жаңғақтарымыз жуылған. Осылай жақсылап майдалап турап ішіне салатын боламыз. Және 100 грамм жүгері салдым. Енді үстіне йогурттарымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Бізде салат дайын болды. Өте оңай және дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, салаттың жасалу жолы өте қарапайым әрі тез. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Дәруменге толы өте дәмді салаттардың бірі. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар және өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Фариса ас болсын.